Сәлеметсіздер ме? Мен Рақамөлдір 10-шы сынып оқушысымын. Мен Арманова Әдина 10-шы сынып оқушысымын. Менің қолымда ұстап тұрған туынды Бауыржан Момышұлының соғыс қателіктерді кешірмейді деп аталады. Бұл кітап туралы қысқаша айта кетсем, Бауыржан Момышұлының әр жыл сайын КСРО көлемінде жарияланған мақалалары және әртүрлі әдеби ғылыми шығармалары, еңбектері жинақталған. Ал менің бүгінгі сізге таныстыратын туындымды Бауыржан Момышұлы өзінің ұстазы генерал Панфиловқа арнап жазған биографиясы. Бұл биографияда қысқаша генерал Панфиловтың туған жылын, ата-анасын, барған мектебін және де ең бастысы қалай соғыс полигонына түсіп, қалай Бауыржан Момышұлымен танысқаны туралы айтылып кетеді. Бұл кітап туралы қысқаша ойым, ол кітап өте қызықты болып келеді. Себебі бұл кітапта ұлы адам туралы жазылған. Ұлы адам туралы жазылған кітап сіздердің бойыңызда жігерді және де өз отаныңызға деген патриотизмді тудырады. Бауыржан Момышұлы туралы қысқаша айта кетсек, 1910 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы Жамбыл облысы Жуалы ауданында және де Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. 1956 жылы өзінің шығармашылық жұмысын бастаған. Мен бұл кітапты, туындыны оқыған кезде Бауыржан Момышұлының көптеген шығармашылығымен таныстым. Маған өте қатты ұнады.